Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін торттарға, пирожныға арналған қаймақ қосылған қайнатпалы крем дайындаймыз. Ол үшін бізге ыдысымызға ең алдымен 2 дана жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қантымыз бұл жерде еруі керек. Кейін үстіне ванильный сахарды салып, тағы да араластырамыз. Қантымыз жақсылап еру үшін аздап сүт құйып жүреміз. Сүттің температурасы бізде бөлме температурасында болуы қажет. Енді осы кезде үстіне ұнымызды салып, тағы да араластырамыз. Кейін крахмалды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Яғни бұл жерде бізде түйіршіктер болмауы қажет. Енді сүтімізді аз-аздан құйып, араластырып тұрамыз. Бірден сүтімізді құймаймыз. Сол кезде жаңағы массамыз түйіршіксіз болады. Жақсылап араластырып болғаннан кейін осы массамызды газдың үстіне қойып, қоюланғанша араластырып тұруымыз қажет. Міне дәл осындай қою масса болу керек. Енді осыны үстіне сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сары майды қайнатпалы заварной креміміз ыстық кезінде салуымыз қажет, сол кезде майымыз ішінде еріп кетеді. Араластырып болғаннан кейін бұл кремімізді басқа ыдысқа салып, тез суы мақсатында басқа ыдысқа салып аламыз. Және бетін пищевая пленкамен жауып қоюымыз қажет. Яғни осылай біраз суып тұруы керек. Міне суыды креміміз. Енді осыны үлкенірек басқа ыдысқа салып аламыз. Бізге араластыруға ыңғайлы болу үшін. Және мен бұл жерге қаймақты қосу үшін қаймақты ең алдымен осылай марлеге салып, артық суым барын сорғытып аламын. Сол кезде бұл қаймағымыз біздің өте қою, дәл массасы дәл творожный сыр сияқты болып шығады. Мен осы қаймақ кремнің үстіне 3 дана ас қасық салдым. Сіздер қалағанша көп салсаңыздар болады, дәміне қарай. Креміміз өте дәмі ерекшелене түседі. Креміміз дайын. Сіздер жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.